Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін бізде қызықты подкаст «Металлургия ел дамуының өзегі» атты тақырыпта сұхбаттасатын боламыз. Металлургия кез келген мемлекеттің экономикалық дамуына үлес қосатын стратегиялық сала. Ол өнеркәсіптің, құрылыстың, машина жасаудың, энергетиканың және көптеген басқа да бағыттардың негізі болып табылады. Қазақстанда табиғи ресурстарға бай мемлекет ретінде металлургия саласын дамытуға ерекше көңіл бөліп келеді. Бүгін біз металлургияның еліміздің экономикасындағы орны, оның болашағы, қазіргі жетістіктері мен кездесетін мәселелері туралы әңгімелесеміз. Металлургия саласының майталманы Байқуатов Дүйсенғали Ыбырайханұлы, қош келдіңіз. Біздің шақыртуымызды қабыл алғаныңызға көп рахмет. Дүйсенғали аға, сіздің металлургия саласына қосқан үлесіңіз орасан зор екенін білеміз. Осы орайда өзіңіз еңбек еткен металлургия саласының еліміз үшін қандай маңызы бар екеніне тоқтала кетсеңіз. Рахмет. Металлургия саласының, оның ішінде мына светная металлургия дейді, өте маңызы біздің мемлекет үшін болсын, мынау жер жүзіндегі басқа мемлекеттердің үшін өте маңызы зор. Бұл біріншіден мынау еліміздің экономикасын көркейтуге үлкен үлес қосады. Жаңағындай біз енді мыс өндірісінде болғаннан кейін мыстың балқытып оны алып, жаңағындай товарный бетіне келдіріп, онан кейін сатамыз. Соның арқасында жаңағы еліміздің мынау основной жаңа экономикасына үлесімізді қосып отырмыз. Оның ішінде айтып отырмыз ғой, мыспен айналысатын осы екі үлкен завод бар. Ол кезінде айтылған Жезқазған горно-металлургический комбинат и Балқашский горно-металлургический комбинат деген. Екеуінде де мыс заводы бар. Мысалы, мынау біздің Балқаш заводына уже жақында 90 жыл болады. Жұмыс істегеніне. Жезқазған заводына 55 жыл толды биыл. Сондан байқасаңыздар, міне қанша жыл бойы біздің осы металлургтер өздерінің үлестерін қосып жатыр экономикамызға. Енді мыс өзі металл болғаннан кейін әр салада, барлық салада қарап отырсаңыздар, барлық жерде осы мыс қолданылады. Содан да білуге болады, мысалы, қандай мынау мыстың пайдасы, қандай керек екені бізге өзіміздің өмірімізді әрі жалғастыруға, жаңағындай басқа мемлекеттермен жаңағындай тепе-тең болуымызға, солардың экономикасынан қалып қалмау үшін соның бәріне үлкен үлес қосылады. Керемет. Сонда біз осы дамыған елдермен қатар тұруымыздың себеп болып тұрғаны осы металлургия саласы екен ғой. Металлургия саласы болғанда жаңа айттық қой, дұрыс, действительно мынау мыс, дүние жүзіндегі мыс өндіретін мемлекеттердің ішінде, мысалы 10 мемлекеттің ішінде 10-шы болып тұрмыз. Бүкіл дүние жүзінде мыс өндіретін өнеркәсіптердің арасында мемлекеттердің ішінде. Ең үлкені мынау Чили деген мемлекет бар, мысалы 1 400 000 тонн, жаңағы 1 400 000 тонна мыс шығарады жылына. Соның ішінде біз, мысалы, оның кейінгі жаңағы Республика Конго дейді, Чили дейді, жаңа Қытай, Россия, жаңағы Канада, Америка, Замбия, солардан кейін баяғы біз 10-шы орынды алып келе жатырмыз. Өте жақсы нәрсе. Ал енді мынау мыстың неме дейді, жер астындағы пайда запас дейді, жаңағыдай қоры бізде. Бұл бойынша өте қызықты мәлімет. Бұл біз 5-ші орында келіп тұрмыз қазір. Қазақстан 5-ші орында тұрмыз. Жер астының қазбасының жаңағы қоры дейді, мысалы, мысы 980 миллион тоннада есептеліп отыр. Соның ішінде баяғы біз 5-ші орында тұрмыз. Где-то бізде сол 100 миллиондай тонна біздің немеміз бар, қорымыз бар жердің астында. Сондықтан келешекте біздің мынау мыс өндіру немесе саласы металлургияда ары қарай даму керек деп ойлаймыз. Соған дайын болуымыз керек қазір. Ары қарай өркендете беруіміз керек. Металлургия қызығы мен қиыны қатар жүретін сала. Сіз неліктен осы мамандық таңдадыңыз? Жас кезімізде болдық еді, мынау техника жағына былай осындай
Одан кейін мынау құрылыс салу жағына өзім кішкентай кезімнен жақсы көретін болдым да, соған байланысты мынау армиядан келгеннен кейін сондай шешім қабылдап, осындай үлкен бір салада жұмыс істесем деп ойладым, оқу бітірсем деп сол армиядан келгеннен кейін өзіміздің өзі Алматының политехникалық институтына оқуға түстім осы металлургияға. Өкінген кезіңіз болды ма, мысалы жұмыс барысында болсын, немесе осы енді? Өкінген деген осы жұмыс жайында болған жоқ, өйткені өкінгенге де жаңағыдай бірдеңені ойлауға да, егер шынын айтсақ, осы жұмыс кезінде жұмысқа кіргеннен кейін қол тиген жоқ. Металлургия саласы деген мында жұмысқа кіргеннен кейін, онда соған полностью жаңағыдай түгелдей берілуіңіз керек. Өйткені егер сонымен қоса басқа бір жұмыстарды нетіп аралассам, мынаумен айланыссам деген кейбір адамдар мысалы бар да, жұмыс бабына байланысты 1-2 жұмысты алып жүреді мысалы. Бізде металлургияда ондай жоқ. Жай жаңағы металлург жай жұмысшыдан бастап мысалы басшыларға дейін тек қана осы металлургиямен айланыспасақ уақыт жоқ жерде. Соған берілуіміз керек, шынайы берілуіміз керек. Ол жерде бір жаңағындай қателік кетсе, не болмаса бір өзінің бір нелері болады ғой енді, қиындықтары болады, мысалы қауіпті жағдайлар болады да. Дұрыс айтасыз, мысалы ол біз енді мысалы жұмыстан кейін жаңағы басшылар болсын, менің өзім мысалы жаңа айттыңыздар, міне 40 жылдан артық осындай жұмыстың басында жүрміз. Дегенде бастағанымызда мысалы жұмысшы болып бастағанымызда өзіміздің жаңағы жанымызда жүрген әріптесімізбен бірге мысалы бір ауысым дейді, ауысымда 15-20 адам болады, соның ішінде біз жұмысшы болсақ та жаңағы жұмысшы бастағанда бір-бірімізге осындай көмек көрсетіп жаңағы соған переживать етіп, соның қамын ойлап жаңағыдай бір жаққа түсіп кетпесін деп сондай жағдайлармен жүрдік. Онан кейін жаңағы ауысым шебері жаңағы бөлімнің жаңағы бөлім басшысы ары қарай жоғарылаған сайын өте жауапкершілік өте жоғары. Мынау демалыс күндері дейміз, басқа дейміз, мерекелер болсын, мейрамдар болсын, ол кезде 2 есе 3 есе біз жауапты болып отырамыз. Өйткені біздің мынау байлығымыз тек қана айтпаймыз, мынау мыс мысалы, жаңағындай завод деп, мысалы оборудование дейді жаңағы. Өйдеп айтпаймыз, біздің байлығымыз адамдарды біз сақтауымыз керек. Ол адам болмаса, яғни ол жұмыс. Бұл адамның артында мысалы өзінің бір отбасы тұр, оның бала шағасы бар мысалы. Оған біз жауап беруіміз керек. Сондай ол өте үлкен жауапкершілік болады. Көп рахмет. Енді келесі сұрағымызға көшсек, біздің Балқаш қаласындағы зауыт еліміздің металлургиялық қазынасына қаншалықты үлесін тигізіп отыр деп ойлайсыз? Бағана бастаған кезде айттық қой, біздің мына өзіміздің өлкеміз болсын, мына Балқаш қаламыз болсын, одан кейін мына Қарағанды облысы дейміз, облысымыз болсын, осының барлығына осы жаңағы айтатынымыз жаңағы налог деді ғой, налогтың кіріс шығысы болады, мысалы соның барлығын жаңағы 80%-на дейін беріп отыратын мысалы осы комбинаттың немес үлесі. Оның ар жағында жаңа айттық қой, осы елімізге баяғы жаңа экономикасына түсіп отыр соның бәрі. Осының бәрі үлкен үлес деп ойлаймыз. Мынау 38 жылы жібергеннен бері мысалы мына болып жатқан қазір осы Қарағанды болсын, өзінің Балқашымыз болсын, қандай мынау Балқаш қаласының өзінің қандай әсем үйлер салынған кезінде, осының барлығы осы өзіміздің қаражатқа салынған. Онымен қоймай мына жақта кезінде жаңағы саяқ дейді мысалы, саяқ рудникі мысалы, түгелімен осы біздің өзіміздің қаражатымызға салынған мысалы. Мына жақта үлкен жаңағы кезінде қалған мына металлургия жайындағы қалаларымыз бар, мына жақта солардың бәріне көмектескеніміз біз осы Балқаштың арқасында. Ақшатау дейді мысалы, Ақжал дейді мысалы. Соның барлығына құрылыстарына өзінің сол комбинат қол үлесін қосқан. Өте керемет. Қазіргі таңда металлургия саласында қандай өзекті мәселелер бар? Енді бүгінгі қарап olsak, бүгін мынау дүние жүзінде болып жатқан текетірістер өте қиын, қатты қазір. Содан кейін жаңағы мынау неме дейді, экология дейді, мынау ауланы қоршау, қорғау, жаңағы
сол бойынша мысалы әркім өзі мынау компаниялар, үлкен компаниялар, мысалы осы біз сияқты мыс шығаратын компаниялар өзінің жаңағы өнімін, егер жаңағындай мынау стандарт бойынша жаңағындай экология соған қарама қарсы келсе, ол компанияның өнімін басқа адамдар, сатып алушылар сатып алмайды. Сондай тәртіп бар өзі. Соған байланысты біз мына барлық жағынан жаңағындай басқа елдерден қалмауымыз керек. Бір жерде тұрып қалмауымыз керек. Постоянно жаңағындай бір жүрісте жүріп отырмыз, жаңағындай жаңа технология мысалы. Қандай өзгерістер бар мынау? Реконструкция дейді, перевооружение жаңағы заводтарды жаңағы пештерді баяғы өзгертіп отыруымыз керек. Қоршаған ортаға, яғни зиянкесірін келтірмейтін жағдайлардың бәрін өшіп алып тастап отыруымыз керек. Жаңадан қорғаныштарды орнатуымыз керек. Жаңағы лас шаң жіберетін жаңағындай құбырлардың бәрін жөндеп уақытында тазаланып, соның бәрін қарастырып отыру керек оның. Тағы да айтайын дегенім ол жаңағы айттық қой, мынау тегетірес дейді, жаңағындай соның бәріне осының бәрі әсер етеді, осының жағдайдың бәрі әсер етеді. Сонда мынау біз сондай жағдайға бола, мысалы өзі техникалық отделдар бар, басқа да ұйымдар бар, өзіміздің жаңағы институтымыз бар, жаңа Зеландия корпорацияның. Сол бойынша барлық мынау қандай сұрақтар бар, осы ішкі жағынан шығатын жаңағындай қандай проблемный сұрақтар бар, соның барлығын жинап, бір определенный бір уақыт бойынша өзіміз осындай мынандай бір кітапқа бәрін жазып шығарып отырамыз. То есть проблемные вопросы баяғы, қандай сұрақтар бар баяғы. Научная работа дейді, соны осы өндірістегі адамдармен, жаңағы ғалымдарымызбен, жаңағы технологтармен, баяғы техникалық инженерный мамандармен бәрімен кездесіп отырып, соған баяғы мынандай жинақтар жиналып, ол жинақтар содан кейін барып сол жинақтау болса, әр жинақтау бойынша жаңағындай жоспарлар дайындалып, бағдарламалар дайындалып, сол бойынша біз алдын ала уже бір жыл емес, бірнеше жыл бойы алдын ала мынандай жоспарлар дайындап отыруымыз керек. План жасап жаңағындай жоспар қойып отыруымыз керек. Оны қалай жоюымыз керек, оның орнына не болу керек, мына қандай жағдайға шығуымыз керек, соның бәрін біз есептеп отыруымыз керек алдын ала. Осы жаңа айтып өткендей, жаңа технологиялар мен цифрландыру металлургия өндірісіне қандай өзгерістер әкеліп жатыр? Мысалы, мынау өзіміздің мынау пеш Ванюкова дейді, енді өздеріңіз білесіздер ғой, пеш Ванюкова мына Балқашта. Соның пеш мысалы кезінде мысалы салынғаннан кейін ол жаңағы қуаты дейді пештің мысалы 62 тонна шықтаны бір сағатта жаңағындай қорытып отыратын. Біз осы 98-99 жылдар үлкен бір жаңағындай күрделі жұмыстарды өткіздің арқасында жаңағындай осындай жаңа айттым ғой, сондай проблеманың бәрін жинап барып, мына пештің қуатын жаңағы көбейту үшін сондай бір үлкен жұмыс жасалынды. Соның жұмыстың арқасында мысалы жаңа 62 тонна дедік қой, бір сағатта тиеп жаңа қорытатын болса, біз 120, 130, 140-қа дейін жеткіздік. То есть 2 есе көтергеннің арқасында мысалы жаңа пештің қуатын көтердік. Сондай жақсы жұмыстар жүргізіліп отырады. Соның арқасында мыс 2 есе көбейді мысалы, шығарған мысымыз. Өте керемет. Осы енді жастардың металлургия саласына қызығушылығы туралы не айтар едіңіз? Бұл мамандықтың болашағы қандай? Енді осы металлургия мамандарының барлығы осы Балқаштық болсын, Жезқазған болсын, енді оны келіп жатқан мамандар жаңағы айттым ғой, Алматының политехнический институтынан келеді, содан кейін Қарағандының институтынан келеді политехнан. Содан мынау 2008 жылы өздеріңіз білесіздер, өзіміздің Балқашта политехнический колледж жаңағы корпорацияның сол ашылғаннан бері қазір жастар өте көп. Сол бірінші жаңағы диплом алып осы политехнический колледж бітірген балалар қазір заводта өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Кейбіреулері жоғарылап міне жаңағы бөлім басшысының басшылығына жетті қазір. Оларға барлық жағдай жасалған қазір. Оқу жаңағы мына колледж бітіргеннен кейін олар өзінің жаңа мамандығы бойынша жаңа жұмысқа келеді, Балқашқа келсін, Балқашқа, Жезқазғанға болса, Жезқазғанға барып отыр.
сондықтан жұмыстарын жалғастырып жатыр. Көп мамандар қазір, өте жастар көп. Қызулық танып жатқан адамдар, балқаштар көп, өте жастар. Біз соған қуанамыз. Өйткені біз мына үлкен орта буын дейміз. Бізге аға буындарымыз осы жаңа заводтарды салып беріп, жаңағы металлургия мамандығын, технологиясын бізге үйретіп беріп кетті ғой. Біз де өзімізді кезінде жаңағы бәрін жасап келдік те, біз де мына өзімізден кейінгі жаңа жас буындарға осының бәрін беріп кеттік қазір. Олар да міне жап-жақсы жұмыстарын істеп жатыр қазір. Біздің жолымызды жалғастырып. Біз өзіміздің болашақ металлургтерімізге сенеміз. Осы алдағы 5-10 жылда Қазақстан металлургиясының даму перспективасын қалай бағалайсыз? Жаңа айттық қой, металлургия керек нәрсе. Былтыр ғой деймін, былтырдан 1,5 жыл бұрын Қазақстан бойынша мынау геология дейді, іздендіру немесе геология. Соған өзі тапсырма беріліп, Қазақстан бойынша осы министерстводан сондай жағдай болып, бүкіл Қазақстан жеріндегі жаңағы жер астының пайдалы металдарының бәрін жаңа қарап шыққан. Сондай бір үлкен жұмыс атқарылды. Оның ішінде жаңағы алтыны болсын, күмісі болсын, жаңағы қорғасын болсын, мырыш болсын, біздің мыс болсын, соның барлығы қай жерде баяғы қаншасы жатыр, соның бәрін қайтадан есептеп, соны іздендіру жұмыстарын жасап қойған. Соның арқасында жаңа айттым ғой, жоспарлау жұмысымен бойынша енді ары қарай уже жаңа ары қарай жалғаса беру керек. Жаңа программа дейді, жоспар болу керек. Өйткені металл болмаса мемлекет болмайды деп ойлаймын мен. Бірінші президент келіп, осы Балқаш комбинатына келіп, Балқаш мыс зауытында болған кезіндегі жұмыс бабымен келген кезеңі, сол кездегі бір естелік қалған. 97 жылы өзі как раз осы Балқаш комбинатын мынау қазақ мыс құрамын алғаннан кейін өзі келіп жағдайды келіп тексеріп кеткен. Қандай болып жатыр деп, сол кездегі осы басшылармен өзімізбен кездесіп, жағдайларын қалай деп бәрін біліп, сол кезде біліп кеткен болатын. Жекелей тапсырма беріп бәрімізге. Керемет. Сол кездегілер. Сол кезде как раз мынау металлургтермен жаңағы цехтың жанында түсіп, ескерткішке түсіп, сол мынау өзіміздің ветеран металлургтер сол кездегі жағдай. Мынау суреттерді солай. Мынау өте бір маңызды сурет деп ойлаймын. 97 жылы бізге осы Балқаш комбинаты өте жағдай қиын болған. Жаңағындай жұмыс жүрме тоқтап қалудың жағдай болған, как раз заводтың, осы комбинаттың. Сол кезде жаңағындай өкімет осындай решение жаңағындай қабылдап, кімге қазақ мыстың немесіне қарамағына кірсе деп, сондай жағдай қабылданған болатын. Сонда өзі келіп, жаңа айттым ғой, 98 жылы. Сол кезде мынау Серник слот не дейді, күкірт қышқылы заводының жағдайы өте жаман болатын. Практически тоқтап қалған. Сол программа бойынша мына экологияны тазарту үшін жаңағындай Серник слотный күкірт қышқылының заводын жөнге келтіру үшін сол кезде бір программа жасалып, бізге 10 жылға уақыт берген. Сондай программа қолдадық та. 1997 жылы болған бұл. Содан 10 жылдың ішінде как раз 2007 жылы келіп, біз как раз күкірт қышқылы заводын салып болдық. Соны жіберген момент мынау как раз сол кез. То есть сол кісінің тапсырмасын, жаңа өкіметтің тапсырмасы болсын орындап, жаңағыдай күкірт қышқылы заводын жіберген моменті болатын как раз. Сол кезде келіп, өзі тағы да бір келіп кеткен болатын. Өте керемет, тамаша. 98 жылы жаңағындай ол кезде премьер-министріміз осы именно Тоқаев болатын. Сол кісі как раз сол бір жылдан кейін президент бір жылдан келді, екінші жылы сол өзі келіп, осы жаңағы қандай жағдай болып жатқанын келіп бізбен тексеріп, әңгімелесіп, соның бәрін өз көзімен көріп кеткен кезі қадағалап бізді. Бұның бәрі өзі өте дұрыс деп айтамыз, өйткені осындай президентіміз, жаңа премьер-министріміз болсын, халқымыздың жағдайын ойлап, металлургтердің жағдайын ойлап, былай не болып жатыр деп келіп, қадағалап кеткендері сол кезде өте дұрыс болды деп ойлаймыз. Соның арқасында қазір міне неше жыл болды, міне 30 жылдай болып қалды. Балқаш халқы жаңағындай ешқандай ойланбай айлықтарын алып,
жұмыстарын істеп, келешекте жас ұрпақтарын тәрбиелеп, емін-еркін өмір сүріп жатыр қазір балқаштықтар. Соның арқасында. Өте керемет. Осындай естеліктеріңізді алып келгеніңізге сізге көп рахмет. Қазір енді немен айналысып жатсыз? Қазіргі таңда Мен зейнетке шыққаннан кейін 6 жыл бойы сол өзіміздің осы корпорацияда жұмыс істедім. Оның ішінде жаңағындай мен өзі Балқашқа мынау Жезқазған заводынан келген болатын. Жезқазғанда 16 жыл жұмыс істеп келдім, сол жас маман болғаннан кейін. Содан кейін мынау как раз Балқашты жаңағындай Қазақмыстың қарамағына алып жатқаннан кейін мені сол бір металлург осы Балқаш заводына директор қылып жіберген болатын. Содан бері мен осы Балқашта қалып қалдым, бірақ соның арасында тағы да бір 2007-2008 жылдары Жезқазған заводына барып сұрақтар болып, бұл жерде кішкене проблема болғанда қайтадан барып бір жылдай жұмыс істеп келгенмін. Содан қайтадан Балқашқа жіберген. Мына пенсияға шыққаннан кейін, пенсияда зейнетке де шықтық қой, сол 21-22 жылдары тағы да сондай проблема болып, кішкене Жезқазған заводында қайтадан сол жаққа жіберді директор қылып мені. Зейнеткер болып жүргенімде. Зейнеткер болсаңыз да сол жаққа қайтадан жіберіп, содан 1-2 жыл 21-22 жылдары барып жұмыс істеп келдім ол жақтан. Содан кейін келіп, жаңағындай 1-2 жыл жұмыс істеп, содан кейін жұмысты тапсырдық. Корпорацияның жұмысын тапсырып, содан босап, бірақ қазір мынау өзіміздің қаламыздың әкімінің жаңағы кеңесшісі ретінде жұмыс істеп жатырмын. Өте керемет. Ең басқа жұмыс болғанда енді істеп жатқан жұмысымыз бұл немерелер. Енді зейнетке шыққаннан кейін ол ең тәтті де бақытты кезі немере бағу кезі ғой енді. Солардың жанында болу, қызықтап, солардың қызығын көріп, сонымен қазір айланысып жатырмыз. Екіншісі. Аға, осы өзіңіздің туған жеріңіз жайлы айта кетсеңіз. Мен қысқаша айтайын, онда сол туған жерім мынау табиғаты өте керемет. Жаңағындай жері болсын, жаңағындай суы көп, жері қоңырлы. Мынау Семей облысы дейміз ғой, бұрын қазір Абай облысы дейміз. Сол жерде мынау Тарбағатай тауы бар. Мынау Қытай елімен шектесіп жатқан соның бөктеріндегі Үржар ауданы бар. Сол Үржар ауданында Елтай совхозы бар. Сол жерде дүниеге келгенбіз. Отбасымда сол 8 бала болдық. Әкеміз соғысқа қатысып келген үлкен кісі болды. Шешеміз де үлкен адам болды. Сол маңайдан шығып, міне оқып, жас маман болдық. Совет уақытында жаңағы армияға бардық. Отанымызды қорғадық сол. Содан кейін барып, мынау жұмысымызды мынау металлург ретінде Жезқазған заводында бастаған болатын. 82 жылы. Ол жақта 15 жылдай, 16 жылдай сол жаңағы балқыту цехында жұмыс істедім. Содан кейін мына осы Жезқазған Балқаш қаласына мен жұмысқа жіберген болатын. Осындай өмір баяным. Өте тамаша. Кез келген саланың болашақта қарқынды дамуы үшін осыған дейінгі жүріп өткен жолына көз жүгірту өте маңызды. Бүгін біз сіздің арқаңызда металлургия саласының тарихына керемет шолу жасадық. Сізге алғысымыз шексіз. Құрметті Дүйсенғали мырза, бүгінгі металлургия ел дамуының өзегі атты подкастымыздың барысында біліміңіз, тәжірибеңіз және пікіріңіз үшін өте көп рахмет, біз үшін өте құнды. Сіз көтерген ойлар мен берген ақпараттарыңыз тыңдармандарымыз үшін өте пайдалы болды деген үміттеміз. Осы орайда сізге алғысымыздың белгісі ретінде алғыс хатты табыстауға рұқсат етіңіз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Және де осы кітапханамыздың атымыздан кішігірім сізге рахмет. Қазір енді сіз демалыстасыз ғой, мүмкін тауға бір жерге шығатын шығарсыз соған. Да, аңшылықпен мен жақсы айланысқан. Өзімді аңшылықпен айланысқанбыз, сол өте жақсы уақыт болған кез бізде солай болатынбыз. Соған керек болады деп сізге термос сыйлап жатырмыз.
Тағы да уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет. Құрметті оқырман, металлургия ел экономикасының тірегі, өндірістің қозғаушы күші және Қазақстанның тұрақты дамуына үлес қосатын маңызды салаларының бірі. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер подкастымыз ұнаса, пікір қалдырып, келесі шығарындыларды жіберіп алмаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.